бостан-босқа отырмыз. Ол көрмеге сендер өздерің белсенді қатысатынан үлкен рахметімізді айтамыз. Және де тамашалаңдар, бір-бірлерінің шығармаларын оқыңдар. Мүмкіндігінше белсенді түрде қатысуда. Барлық балаларға ризашылығымды білдіріп отырмын. Өйткені әрбір бала өзінің ішкі жан дүниесін осы суреттер арқылы, осы өздерінің жазған шығармалары арқылы көрсете білді. Мен ойлаймын, енді 1 маусым балалардың жаңа құқығын қорғау күні барлық балалар жаңа осы 2 ұжымның дипломдарымен марапатталады және де жақсы бір көлемді сыйлық ала алады.